Ашуланып жүргендер жігіттердің ашулары басып қалды. Бірақ енді ол жігіттің қарсыласы жайлы өздеріңіз біліп отқан шығарсыздар. Кәдімгідей құда күткендей күтіп жүрген жекпе-жектердің бірі ол Ломаченко мен Теофимо Лопес WBC, WBO, IBF. Одан кейін ол өзін абсолютный чемпион деп айта алады. Усик жайлы көп нәрсе айтуға болады. Тағы бір өз басым айта кететін нәрсе, екеуміз бірге баняға түскенбіз. Мен арқасын езіп бердім деп айтпаймын. Мен де оны сабағамда, бірақ сабағандай мен удармен емес, зеникпен сабағамда бір рет. Конкретно шум болды ғой, елдің бәрі күтпеген нәрсе болды да. Аға шөз қанша болды деген приемның бір екеуін көрсетіп бергенде, сәттілік тілейміз, қайтадан реманш болады деп отыр. Енді оның бірақ бір байқағанымыз, басы, денесі дәу болғанмен жағы сылау екен да. Ассалаумалейкум, боксер қауым. Карантинге байланысты көптеген жекпе-жектер уақыттары шегерілді, төбелесу көретін жігіттер төбелеспей қалды, ашуланып жүргендер жігіттердің ашулары басып қалды. Бірақ қазір карантиннің кішкене несі босады, жаңағындай тыйымдар азайды, қазір жекпе-жектер қарқынды басалды. Енді күтіп жүрген жекпе-жектердің бәрі біздің қазақстандықтар үшін әрине ол Triple G, Геннадий Геннадьевич Головкин. Енді ол жігіттің қарсыласы жайлы өздеріңіз біліп отқан шығарсыздар. Ноябрьдің 21-і бұйырса Камил Шереметовмен төбелеседі. Енді бір керемет жүріп өтетін боксшы деп айтпай қойын, оның дәрежесін түсірмей қойын, әрбір қарсыласты сыйлау керек. Оңай шаңғылатын жаңалық жоқ. Енді оны да бірақ Гена кілтін тауып, керек уақытында жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтайтынына мен өзім сенімдімін. Ол қалай, не болады, алдыңда қызық болсын айтпай қойын, оны болжау деген нәрсе өзі. Қандай нәрсе ғой, кейбір кезде нокаут күтесің, нокаут болмай қалады, кейде қонақ күтесің, қонақ келмей қалады, күтпеген кезде келіп қалады деген. Сол сияқты нәрсе ғой. Енді тағы да бокс, кәсіпқой бокс әлемінде кәдімгідей құда күткендей күтіп жүрген жекпе-жектердің бірі ол Ломаченко мен Теофимо Лопес деген боксшылардың арасындағы жекпе-жек. 61 кг салмақ, яғни мен салмағым ғой. 61 кг салмақтағылардың жекпе-жектері өте қызықты. Өйткені мыяқта абсолютный чемпион ойнап отыр ғой. Егер бұл салмақты Ломаченко Теофимо Лопеске ұтысатын болса, бұл жекпе-жектің қолында WBC, WBO, IBF, WBO деген нәрселердің бәрі тұр ғой сияқты. Соның бәрін енді оптым қалдаға салысау үшін осыны ұтасау керек. Одан кейін ол өзін абсолютный чемпион деп айта алады. Енді Ломаченко жайлы көп айтудың қажеті жоқ. Екі рет Олимпиада чемпионы, 3 рет па, 2 рет па әлем чемпионы болған әуесқой бокстан. Енді шыны керек, оның багажындағы бар комбинациялар, оның жаттығу стилі, қазір ондай боксшылар жоқ шығар деп ойлаймын. Бірақ енді кіші салмақ болған себепті оны әлі Тайсон сияқты, Канело сияқты көп танымай жатыр да. Бірақ бокстер қауым, кәсіпқой бокс түсінетін адамдар оның қаншалықты шеберлігі жоғары боксшы екенін бағалайды және біледі. Одан кейін Украина боксы өте даму үстінде, яғни біздің Қазақстанға да дәл осы бағытта жүру керек. Яғни кәсіпқой боксын дамыту керек. Себебі мына жақта Ломаченко төбелесіп отырсақ, жеңіл салмақта, мына жақта Александр Усик Чисорамен төбелесіп отыр. Мысалға, қай бір елдің екі азаматы әлем чемпионы андақтарға төбелесіп, өз белбеулерін қорғап отыр. Украина керемет алда келатыр. Саясаты, политикасы қалай отқан білмеймін, бірақ спорты өте қарқынды даму үстінде. Усик жайлы көп нәрсе айтуға болады. Тағы бір өз басым айта кететін нәрсе, екеуміз бірге баняға түскенбіз. Мен арқасын езіп бердім деп айтпаймын. Мен де оны сабағамда, бірақ сабағандай мен удармен емес, зеникпен сабағамда бір рет. Өте жақсы жігіт, әңгімесін ашып жарқын, жақсы жігіт жаттық білдірмейді деді ғой, ол өз қай бір 11-ші жыл ма біздің елге келеді, сол кезде жақсы таныстық. Енді ол жігітке тек қана жеңіс тілеймін. Ол әуесқой бокс стилін кәсіпқой боксқа кеп ауыстырған жоқ, өз сол әуесқой бокс стилін арырақ дамыту арқылы өз стилін қалыптастырып, бәрін соқылдап шықты ғой бәрін. Жеңіс тілейміз оған. Одан кейін
Так, одан бөлек соңғы кезде, соңғы айда кәсіпқой бокста ең аса ауыр салмақта енді конкретно шум болды ғой, елдің бәрі күтпеген нәрсе болды да. Кәдімгідей Поветкинді уже все списать етіп крестик қойып болды, бокс үйіне барып пенсияға шығатын уақыты келді деп отқан кезде алдында Дилиана Уайттың астынан көтеріп, жаңа мен айтқандай бүйтіп аға шет қанша болды деген приемның бір екеуін көрсетіп берген да. Вот действительно ұйықтатқан мықты болды жекпе-жек. Енді оның қарапайымдылығы, еңбекқорлығы жайлы енді көп нәрсе айтуға болады. Нағыз енді біз қазақи десек ол нағыз орыстың сондай ұлтжанды сондай несі ғой, өзі боксшысы ғой. Сәттілік тілейміз, қайтадан реманш болады деп жатыр. Жаралы ғой, анау жаралды, бір рет аузы күйген үрлеп шет дейді, анау енді екінші рет жағының астына удар жіберіп қоймауы мүмкін да. Бірақ енді оның бірақ бір байқағанымыз басы, денесі дәу болғанмен жағы слабый екен да. Астынан андай удар тисе, значит тағы да сетуге шықпауы мүмкін. Яғни жүк болсын деп айтқымыз келеді. Жүк болсын Александр Поветкин, жүк болсын. Күтеміз. Дәл осындай жаңалықтар бар. Алдағы уақытта осындай қызық бокс жекпе-жектер жайлы өзіміз ойымызды сіздерге еске салу ретінде айтып тұратын боламыз. Негізі қызық жекпе-жектерді көру өте керемет демалыс деп ойлаймын. Жекпе-жектер өткізіп алыңыздар. Жігіттер, біздің видеолардан барынша пайда алғыңыз келетін болса, бізге подписаться етіп, достарыңызға жіберіп, комментарий жазуды ұмытпайтын болыңыздар. Өйткені неғұрлым подписаться көп, неғұрлым комментарий көп болса, біз сіздерге барынша пайдалы ақпараттар беруге тырысатын боламыз.